Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде айтады, Алла тағала өзін зікір етушілерге одан тілеушілерге бергеннен артық етіп береді дейді. Яғни біреу өзінің қажетін тілеп жатыр, екінші бір адам Алла тағалаға зікір айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып, мақтау айтып жатыр. Алла тағала оның көкейіндегі, жүрегіндегі мұңын, мұқтажын, қажетін біледі. Сол нәрсені оған беріп қояды. Және иншаллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның махаббатына қол жеткізесіз. Сол үшін де әрбір мұсылманның пайғамбарымызға деген салауаты көп болуы керек. Имам Ал-Хафиз Ас-Сахауи рахмахуллах өзінің Ал-Қаул Ал-Бадиа фи салати аля Ал-Хабиб Аш-Шафи' атты кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудың, көптеп салауат айтудың ең азы дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға біз көп салауат айтуымыз керек. Сол салауаттың ең азы кемінде күніне 300 рет болу керек дейді. Яғни қолыңызға тасбихыңызды алып, иншаллах